сөздікпен жұмыс: харіп, шрифт, фонт, өлшемі, размер, size, түс, цвет, color, фон, background. Бірленген тізім: нумерованный список, numbered list. Белгіленген тізім: маркированный список, compiled list. Мәтін өлшемін басқару үшін фонт негізгі мәтінге қарап өлшемін беру мүмкіндігіне ие. Size атрибутындағы белгілі бір нөмірдің орнына салыстырмалы қаріп өлшемін беруге болады. Мысалы, фонт size 5, drop font десек, яғни біздің берілген мәтініміздің өлшемі 3-ке тең болады. Мәтін түсін басқару: 6 таңбалы 16-лы кодпен анықтайды. Кодтың алдында тор белгісін орнату қажет, немесе түстің әріптік мәнін көрсету қажет болады. Мысалы, мәтінді қызыл түсті етіп керек болса, онда фонт color осы берілген символды жазамыз, яғни қызыл түстің коды. Екінші түр қызыл түсті мәтінді білдіреді, яғни біздің жазған текстіміз қызыл түске боялып шығады. Мұндағы мына берілген символымыз бұл қызыл түстің коды болып табылады. Екінші нұсқада фонт color red десек, мына жерге қандай да бір текст жазсақ және drop фонтпен аяқталсақ, бұл мұндағы red қызыл түстің коды, яғни қандай да қызыл түсті мәтін деген сөзіміз қызылмен жазылатын болады. Түрлі кескіндегі қаріптер: әдетте компьютерді мәтінді өңдеу үшін пішіні әртүрлі қаріптер қолданылады. Мысалы, font face Arial, internet drop font, яғни біздің интернет деген сөзіміз Arial деген шрифтпен, қаріппен жазылатын болады. Where font face coronet, интернет фонт, яғни коронетпен жазылады деген сөз. Қосымша форматтар тектері: sub, drop sub болса мәтінді төменгі индекс түрінде шығарады, ал sub, drop sub болса мәтінді жоғарғы индекс түрінде, яғни квадраттау түрінде көрсетеді. S drop S мәтінді сызылған кейіпте береді. Body тегінің көмегімен түсті өзгерту: body тегі фон түсі мен құжаттың негізгі мәтіннің түсін көрсетеді, яғни біздің құжатымыздың түсін немесе фондық, яғни ақ, қызыл кез келген түсте фон беруімізге болады. Ол үшін body тегінде екі негізгі сөзді жазу керек: BG color, BG color бұл фон түсін орнатады, ал текст мәтін түсін орнатады. Жүгіртпе жолды құру: жүгіртпе жол дегеніміз бегущая строка, яғни жүріп тұратын жолды жасау. Ол қалай жасалады? Жүгіртпе жол ретінде осы веб-бетке кірушілердің ерекше назарын талап ететін мәтін тақырыбы немесе жол түсіндіріледі. Жүгіртпе жолды құру тегі және оның атрибуттары, яғни drop Mercury бұл жүгіртпе жолды құратын арнайы тег болып табылады, яғни ашу тегі және жабу тегі. Elation жүгіртпе жолды мәтінге қатысты вертикал орнатады, мәндерді қабылдайды, яғни elation топ мәнін қабылдаған кезде жоғары орналасу бойынша жоғарғы бөлікте, ал elation middle тегін пайдаланған кезде ол ортасында шығады, ал elation bottom тегін қолданғанда төменгі орналасу бойынша жүзеге асырылады. Одан келесі бізде BG color бұл жүгіртпе жолдың фондық түсін өзгертеді. Одан кейін тізіммен жұмыс жасауға тоқталайық. Тізім жеке сөйлем немесе сөйлемдердің өзара байланысты жиынтығы. Олар белгі немесе нөмірмен басталады. Will drop will бұл белгіленген тізімді жиектеу, жиегін орналастыру. Ал oil drop oil нөмірленген тізімді жиектеу, яғни нумерация қояды 1, 2 деп. Will drop тізімнің әрбір элементін жиектеу. Will drop will бұл белгіленген тізімді жиектеу.
oil, drop oil нөмірленген, тізімді жиектеу, яғни нумерация, lay, drop lay тізімнің әрбір элементін жиектеу. Тізімдер бірінің ішіне бірі орналасқан болуы мүмкін. Мысалы, бірінші дөңгелек, екінші шеңбер күйінде, үшінші квадрат түрінде болуы мүмкін. Мысалы, өлшемімен, яғни бас әріптермен мәтін құру жөнінде жазылған HTML кодымен түсіндірген HTML, яғни жаңа веб-бетпен жұмыс жасаудың басы және соңы дроп HTML-мен жаптық. Екінші бізде head басы, яғни біз жаңа жұмысты бастаймыз. Method chart UTP-8, яғни біздің барлық жазылған немізді ағылшын, орыс, қазақ тілінде оқу үшін біз UTP тегін пайдаланатын боламыз. Келесі title тақырыптың аты, фонт, яғни қаріп дегенді білдіреді. Одан кейін title тегін жабамыз, head жауып, одан кейін body негізгі бөлімге өтеміз. Центр, яғни біз сөзімізді центрға, орталыққа жазатынымыз туралы айтып тұр. Font size, яғни менің жазатын мәтінімнің өлшемі 5-ке тең. Біз веб-беттегі құрастырған тіл, яғни 5 өлшемді шрифтпен жазатын болады. Екінші, font size 6 мен H деген әріпті жазамыз. 6 деген шрифтпен, ең үлкен 7, 0-ден 7-ге шейін. Яғни бізде 6 үлкен шрифтпен, бас әріппен H-ты жазамыз. Одан кейін -1 hyper деген сөзді жазамыз, яғни кіші әріппен. Дәл осылай 6 мен HTML-дің, яғни бастапқы әріптерін жазып алып, ал -1 мен ішкі сөздерді, текстерді жазатын боламыз. Центрді жауып, яғни ортадан, және body денесін жабамыз, және HTML мен соңғы бөлігін жапқан кезде біздің текстіміз пайда болады. Келесі біздің мысалымыз түспен жұмыс жасау. HTML, head бәрі түсінікті сіздерге, яғни HTML сөзінен веб парақшамен жұмыс жасау үшін, HTML кодымен жұмыс жасау үшін HTML сөзімен бастаймыз. Head, яғни тақырыпты жазу үшін title font деп бердік. Method chart UTP-8, бұл яғни біздің жазылған әрбір кодымызды бізге түсінікті қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде көрсетіп беретін болады. Head жаптық, яғни тақырып бөлімін, одан кейін центр ортадан жазам деп отырмын. Дәл манағыдай font size 5 пен текстімізді береміз. Енді түске ғана тоқталайық. Font size 6, мана біздің размеріміз, яғни символымыздың размері. Color, яғни біз түс беріп тұрып, қызылдың түсін беріп тұрып, одан кейін мана біз қызылдың түсін осында символмен беретін болса, екінші жолы біз red деп жазатын боламыз. Red пен кішкентай -1 размерде беріп, және түсін red пен қызылға ауыстырдық. Дәл солай көкпен blue, одан кейін green жасылмен, және yellow сарымен жаздық. Түсінікті деп ойлаймыз сіздерге. Келесі текст бізде HTML коды, бұл фонның түсін өзгерту. Манағыдай HTML, head, title, body барлығын білеміз. Енді біз тек қана түсіндіріледі. Body, widget, color, яғни фонды істеу үшін, өзгерту үшін жасыл түстің кодын беріп отырмыз. Келесі мысал, бізде тізіммен жұмыс жасау үшін, яғни HTML сөзімен бастаймыз. Head біз тақырып жазу үшін title тегін пайдаланып, font деген тақырып беріп отырып, және head тегін жабамыз. Body негізгі жұмысымыздың денесін бастаймыз. Well, бұл деген белгіленген тізімді жиектеу үшін қажет. Lay дегеніміз бұл тізімнің әрбір элементін істеу үшін, жиектеу үшін қажет. Енді lay Абай Құнанбаев. Will дегеніміз, яғни белгіленген тізімді жиектеу. Lay, лакуе, бұл қара сөздері. Яғни дөңгелекпен беру үшін біз layдан кейін лакуе сөзін пайдаландық. Дөңгелекпен қою үшін. Осылай орналастырып болғаннан кейін will'ды жабамыз, яғни белгіленген тізімді жиектеу. Lay'ды да жауып, келесі бөлікке Лай Мұхтар Әуезов туралы жаңа абзацқа жазатын боламыз.
will ол да жаңа айтқанымыздай белгіленген тізімді жиектеу үшін, лей тізімнің әрбір элементін жиектеу үшін, яғни бөлек-бөлек жиектеу үшін жазып отырмыз. Лакуэ деген, яғни дөңгелекпен белу үшін. Сондықтан willді жабамыз, яғни белгіленген тізімді жиектеуді жабамыз. Мына белгіленген. Одан кейін лей әрбір ненің бөліктің тізімін жабамыз. Одан кейін body денесін жабамыз, яғни HTML-мен жауып жұмысымызда аяқтайтын боламыз. Нәтижесінде дәл осылай көрінеді. Абай Құнанбаев деген сөзді жазу үшін лей, яғни біз тізімнің әрбір элементін не істедік? Жиектедік Абай Құнанбаев деп. Ал лей мына қара сөздері бөлек-бөлек дөңгелекке алып отырдық.